Сәлем, мен жоғарғы оқу орнының студенті Айдармын, және мен еріктілер қатарына кіремін. Бүгін сіздерге менің қоғамдық пайдалы жұмысым үшін шығындардың орнын мемлекет қалай өтейтінін, сондай-ақ университет тарапынан жасалатын көтермелеулер туралы айтып беремін. Қазіргі таңда еріктілер жұмысы қазақстандық студенттер көтермелеу ала алатын ақылы еңбек болып табылады. Еріктілер қатарына кіргің келе ме? Онда student.казволонтер.kz атты еріктілердің бірыңғай платформасының сайтына кір. Тіркеуден өте отырып, еріктілердің жобаларына қатысып, берілген өтінімдердің статустарын қарай аласың. Еріктілердің жұмысы туралы есепті жолдап, еріктілер жұмысы үшін ақыңды ала аласың. Еріктілер жұмысының арқасында студенттер 70 мың теңгеге дейін ақы алады. Не болмаса 7 академиялық кредитке сәйкес келеді. Еріктілер қатарына кір. Белсенді бол. Өмірді жақсы жаққа қарай бірге өзгертеміз.